Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бауырдан өте тез уақытта дайындалатын және жегенге өте жеңіл, асқазанға жеңіл котлеттер жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай 400 граммдай бауырды ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз және бір пиязды төртке бөліп, оны да ет тартқыштан өткізіп жібереміз. 5-6 чеснок қалауыңызша және туралған аскөктерімізді қосып жібереміз. 150 грамм айран немесе сүт, 3 жұмыртқаны қосып, жақсылап барлығын араластырамыз және 3-4 ас қасық ұннан салып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырамыз. Массамыз қатты қою немесе қатты сұйық болмау керек, орташа масса болып шығады осылай. Неге жақсылап ұнымыз іртік болмағанша жақсылап араластырып аламыз барлығын. Жұмыртқамызды барлығын жақсылап араласуы керек. Неге қалауыңызша тұз, бұрыш қосасыздар. Неге бұрышты шай қасықтың ұшымен осылай қосып жібердім. Жақсылап араластыратын боламыз. Бұл консистенция енді котлетке арналғандықтан осындай қою болуы керек. Неге жақсылап араластырып табамызға майымызды қыздырып қоямыз. Орташа отта пісіріп алатын боламыз қуырып. Неге дәл осылай қою болып шығу керек біздің массамыз. Неге қызып тұрған орта оттағы майымызға котлеттерімізді осылай құйып, екі жақ бетінен аударып пісіріп алатын боламыз. Бұл бауыр өте тез пісетін болғандықтан котлеттерімізді ұзағымен 3-4 минут бір бетін ұстаймыз. Мінеке осылай котлеттердің формаларына құйып алып, осылай пісіріп алатын боламыз. Міне, менде котлеттің барлығы пісіріп шықты. Дәл осылай огурцымен немесе помидормен ұсынсаңыздар, өте тәбетті ашатын болады. Бұл бауырдан жасалған котлет, бұл біздің қанымызды көбейтеді, гемоглобинді көбейтетін болады. Және де жегенге өте жеңіл, дайындалу өте оңай. Және де қасына соус жасасаңыздар болады. Мен осындай сарымсақты майонезге немесе айранға жасасаңыздар болады. Мен айранға жасадым. Осылай укроптан азғантай қосып, бір сарымсақты үккіштен өткізіп, айранға араластырып, осы бауырдан жасалған котлетімізбен жегенге өте дәмді. Неге майонезбен жасасаңыздар болады, дәл осы соусты чеснокты үккіштен өткізіп қосып. Неге біздің котлеттеріміз дайын. Отбасыңызға ұсынсаңыз өте сүйсініп жейтініне сенімдімін. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.